Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 66-шы сабақ заттың атын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Олай болса балалар, суретке мұқият қарайықшы. Доптарды салыстыр. Бірінші тұрған қандай доп? Дұрыс, футбол добы. Екінші тұрған баскетбол добы. Үшінші тұрған волейбол добы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал ендеше бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Доп та керек, дос та керек. Күні бойы доп тебем, доп тепкенде дөп тебем. Жүгіремін қуалап, жеке ойнауды жек көрем. Жақсы екен доп деген, тебе білсең Өлеңнен еппенен. кім не сұрақтарына жауап беретін сөздерді таптың ба? Достар таптым. Бұл жерде доп сөзі не деген сұраққа, яғни заттың атын білдіріп тұр. Не деген сұраққа жауап бер. Достар сөзі, яғни жанды зат екенін білеміз. Қандай ойын ойнайсың? Кімдер? Достар. Сендерге жаңа бірінші суретте доптың түрлерін көрсеттім. Яғни доппен ойнайтын футбол, волейбол, баскетбол ойындарын ойнай алады екенбіз. Жарайсыңдар. Балалар, өлеңнен кім не сұрақтарына жауап беретін сөздерді табайықшы. Жарайсыңдар. Бұл өлеңдегі доп сөзі не деген сұраққа жауап береді? Ал достар сөзі кімдер деген сұраққа жауап береді? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз заттың атын білдіретін сөздер кім не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін болады. Балалар, екінші жаттығуды қарайықшы. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар доп ойнады. Ержан қақпашы болды. Бүгін ойын қызықты өтті. Кім не сұрақтарына жауап беретін сөздердің астын сыздеді. Балалар, кімдер? Балалар. Не ойнады? Доп ойнады. Яғни кім не сұрақтарына жауап беретін сөздің астарын сызамыз. Ержан кім? Ержан кім болды? Қақпашы болды. Осы сөздердегі кім не сұрағы қойылатын сөздердің астын сызамыз. Балалар, суретте өздеріне ұнаған сурет бойынша мәтін құрайық. Аян мен Саян шынықты. Балалар, бұл мәтінде Аян мен Саян адамның аты болғандықтан кім деген сұраққа жауап береді. Өздеріңде дәл осылай ұнаған суретті ала отырып, мәтін құрап орындаңдар. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий